Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Мен бүгін өзімді жаңа бір басқа мамандықтың иесі ретінде сынап көрмекпін. Air Astana әуе компаниясының офисіне келдік. Қалай ойлайсыздар? Мен борт серігі мамандығын таңдаймын ба, әлде ұшқыш мамандығын таңдаймын ба? Көргілеріңіз келсе, менімен бірге жүріңіздер. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Мына жерге қолыңызды тиіп кішкене жетсеңіз. Пойдемте. Борт серіктердің іріктеуі 4 кезеңнен тұрады. Бастапқы іріктеу, қазақ тіл мен ағылшын тілдерінен тестілеу, топтық ойындар және де жеке сұхбат. Ерке, сіздің осы біздің офисімізге келгеніңізге қуаныштымыз. Сізге бірнеше сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Біріншіден, осы борт серік жұмысын неліктен таңдадыңыз, әлде ол сіздің арманыңыз ба? Әрине, мен өзімді борт серік ретінде көргім келеді, өйткені мен өте жиі әр қалаға ұшамын. Сондықтан маған сол борт серіктердің жұмысы өте қызық. Егер де мен әнші болмағанда борт серік болар едім. Сондықтан да өзімді бір сынап көрейін деп ойладым. Ал келесі сұрақ, Ерке, осы борт серік жұмысында қандай қиындықтармен кездесуіңіз мүмкін деп ойлайсыз? Қиыншылықтар мүмкін жаңағыдай бір тыңдамайтын жолаушылар болуы мүмкін ұшақта. Ерке, do you have tattoos on your body? No, I don't have. Good. Умеете ли вы плавать? Да, я умею плавать. Здорово, замечательно. Ерке, басқа ағылшын, орыс және қазақ тілінен басқа тілдерде сөйлейсіз бе? Жетік. Жоқ, осы 3 тілде дайындалып келгенім осы мамандыққа. Бірақ алдағы уақытта жоспарларым бар, басқа тілдерді де үйренемін деген. Ерке, сіз іріктеуден сәтті өттіңіз, сізді құттықтаймын. Ал енді борт серіктердің арнайы оқу болады. Мынау сіздің униформаңыз. Бортпроводник и униформа бортпроводника всегда должны выглядеть безупречно. Униформа должна быть чистой, опрятной, всегда выглаженной. Если говорить о прическах, то волосы должны быть убраны назад и аккуратно собраны в пучок. Макияж обязателен. Оттенки помад также имеют большое значение и прописаны в нашем руководстве по ношению униформы, так как бортпроводник является лицом авиакомпании Air Astana. Оқу орташа 4-5 апта аралығында өтеді. Оның барысында борт серіктер келесі тренингтер өтуі тиіс. Ол қауіпсіздік жағынан тренинг және жолаушыларға қызмет көрсету жағынан, қауіпті жүктер және жедел жәрдем көрсету жағынан. Германияда борт серіктер Кондор және Люфганза оқу орталығында арнайы білім алады және сол жерде арнайы симуляторларда өздерінің білімдерін қамтады. Жилет одевается через голову. После этого его нужно будет застегнуть на поясе. И сейчас вам нужно потянуть за красный колпачок. Мы спасены. Прежде чем подать поднос пассажиру, мы обязательно снимаем пластиковые крышки, убеждаемся, что все красиво, презентабельно выглядит, выкладываем горячий хлеб на боковую тарелку и подаем пассажиру, учитывая, чтобы вот это блюдо основное смотрело на пассажира. Ас болсын. Мен өзімді бүгін борт серік ретінде сынап көрдім. Өте қызықты және сан қырлы мамандық екен. Борт серіктер жолаушыларға көмектеседі және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Егер сізге борт серік мамандығы қызық болса, job.airastana.com сайтына кіріп, өздеріңіздің түйіндемелеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сәттілік!